Сәлеметсіздер, 6 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода жаратылыстану пәнінен 2-ші тоқсанның 1-ші б-жобасынан талдау жасап беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Себебі каналда ағылшын тілі пәнінен English баз оқулығының жауаптары және де 6-ші сыныптың басқа да пәндерінен б-жб тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады. Бізде б-жб тапсырмасы заттар және материалдар бөлімі бойынша алынатын болады, оған 20 минут уақыт беріледі. Бірінші тапсырма: қарапайым зат және күрделі зат ұғымының ортақ белгілері мен айырмашылықтарын анықтаңыз дейді. Яғни ортақ белгісі, қарапайым және күрделі заттардың ортақ белгісі, олардың құрамында атомдар мен молекулалар болады. Ал олардың айырмашылығы, қарапайым зат бір типті атомдардан тұрады, ал күрделі зат әртүрлі атомдардан тұрады екен. Келесі, 2-ші тапсырма: суретті қарастырыңыз дейді. Берілген үлгілерді қарапайым және күрделі заттарға жіктеңіз дейді. Бұл бірінші сурет алтын, 2-ші сурет ас тұзы, 3-ші сурет су екен. Қарапайым заттарға ол алтын жатады, яғни ол қарапайым. Келесі күрделі заттарға су және ас тұзы, себебі бұлардың құрамында әртүрлі атомдар кездеседі екен. Жазып аламыз оқушылар. Келесі, бізде суретті қарастырыңыз дейді. Келесі тапсырма: сізге 9 түрлі қосылыстың құрылымдық формуласы берілген, 2 әртүрлі атомнан түзілген қосылыстың нөмірін көрсетіңіз дейді. Яғни бұл жерде жауабы бірінші сурет жатады, және де 2-ші сурет жатады, және де 3-ші жатпайды, 4-ші сурет жатады, 5-ші жатпайды, 6-ші жатпайды, 7-ші суреттегі қосылыстар жатады екен. Яғни олар әртүрлі атомнан түзілген қосылыстар екен. Жазып аламыз оқушылар. Келесі тапсырма, 2-ші тапсырма: берілген сөйлемдерде көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтыр дейді. Ендеше жазамыз. Шығу тегіне байланысты заттар органикалық және бейорганикалық болып жіктеледі. Органикалық қосылыстар құрамында негізгі элемент ретінде әрдайым көміртек атомы болатын химиялық қосылыстар екен. Жазып аламыз оқушылар. Келесі тапсырма: суретті қарастырыңыз дейді. Бізде 5 түрлі сурет берілген, және осы суреттерді органикалық және бейорганикалық топтарға бөліп жазуымыз керек екен. Органикалық заттарға бірінші сурет, яғни гүл жатады, және 3-ші сурет, мына жерде қате кетіп қалыпты, 3-ші сурет піл жатады. Келесі, бейорганикалық заттарға су, мыс және де сүт жатады екен. Яғни 2-ші, 4-ші, 5-ші суреттер жатады екен оқушылар. Осымен біздің б-жб талдауымыз аяқталды. Каналда әртүрлі сабақтардан б-жб тапсырмалары шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.